Осы видеода сендермен бірге мына 6 санды өсу ретімен орналастырамыз. Яғни ең кішісінен ең үлкеніне дейінгі сандарды. Видеоны тоқтата тұрып, өздерің шығарып көріңдер. Өсу ретімен орналастыру үшін біз оларды координаталық түзуде кескіндейік. Қазір координаталық түзуді көрсетеміз. Алғашқы санымыз бізде 3-тен 7 екен. 3-тен 7-ні біз аралас сан түрінде жазайық. Ол үшін бізге бүтін сандар керек болады, яғни біз ең үлкен бұрыс бөлшегін алайық. 3-тен 3 қосылған 3-тен 3, 3-тен 6 болды ма? Енді оған тағы алымы 7 болу үшін 3-тен 1-ді қосамыз. Сонда 3-тен 3 деп тұрғанымыз 1, 3-тен 3 1, 2-ін қоссақ 2 бүтін, 3-тен 1-міз өз тұрады, 2 бүтін 3-тен 1. Енді осыны координаталық түзу бойында кескіндейік. 0-дің оң жағына қарай 2 бірлік жылжытамыз. Міне 2 бүтін. Осы 2 бүтінде бізде тағы да 3-тің арасы, 2 мен 3 бүтіннің арасында тағы да 3 бөлікке бөлінген екен. Соның бір бөлігін аламыз. Сонда бізде мына бөлік 2 бүтін 3-тен 1 немесе 3-тен 7 болады. Келесі минус 2-ден 5. Минус 2-ден 5 дәл осы тәсілмен, бірақ минус таңбасын алдымен жазып алайық. Енді жақшада бұрыс бөлшектерін жазайық. 2-ден 2 қосылған 2-ден 2, 2-ден 4 болды ма? Енді тағы да біреу 2-ден 1. Сонда 2-ден 2 дегеніміз 1, 2-ден 2 дегеніміз 1, 2-ден 1 өзі қалады. Сонда 2 бүтін минус таңбасын жазамыз, минус 2 бүтін 2-ден 1 екен. Координаталық түзуде кескіндейік. Минус болғандықтан 0-дің сол жағында орналасады. 2 бірлік солға қарай жылжытамыз. Минус 2, яғни 2-ден 1 деп тұрған дәл ортасы екен. Соның ортасын аламыз. Мына бөлік болады. Бұл бізде минус 2-ден 5 екен. Келесі бізде 0. 0 ол бізде дәл координаталық түзудің ортасында орналасқан. Ең оңайы 0. Келесі минус 2. Минус 2 бізде 0-дің сол жағында 2 бірлік орналасқан екен. Міне минус 2 нүктеміз. Минус 2. Келесі бізде минус 4-тен 12. Минус 4-тен 12 деп тұрғанымыз, алымын бөліміне бөлсек, минус 12-ні 4-ке. Бізде минус 3 шығады. Біз оны бірден белгілейік. Минус 4-тен 12. Ал енді біз осыны минус 3 екен осы жазғанымыздай тәсілдеріміздей шығарып көрсетейік. Минус 4-тен 12-ні жазып көрсетейік. Минус таңбасын қоямыз. Жақшада бұрыс бөлшектерін жазайық. Минус 4-тен 4 қосылған 4-тен 4 қосылған 4-тен 4. Сонда бәрі бізде 1 бүтін болады. Үшеуін қосқанда минус 3 екен. Және соңғысы бізде минус 3 бүтін 125. Минус 3 бүтін 125 деп тұрғанымызды біз аралас сан түрінде жазайық. Минус 3 бүтін 125. Егерде қысқартатын болсақ, онда бізде 25-ке қысқараттағы минус 3 бүтін 4-тен 1 болады екен. Минус 3 бүтін 4-тен 1. Енді осыны біз координаталық түзуде көрсетейік. 3 бірлік солға қарай жылжытамыз. 3 нүктеден кейін минус 3-тің сол жағында, яғни 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін алады екенбіз. Мұнда біз оны былай көрсетейік. Минус 3 бүтін 125. Осымен біз сендермен бірге 6 санды ең кішісінен үлкеніне қарай координаталық түзуде орналастырдық. Яғни бізде ең кішісі ол минус 3 бүтін 125, одан кейін минус 4-тен 12, одан кейін минус 2-ден 5, минус 2, 0 және 3-тен 7 екен.